Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Жұлдыз. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен шоколад қосылған печенье рецептімен бөлісемін. Сіздер каналға тіркеліп қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Рецепттің толық нұсқасы описание бөлімінде бар. Сары майды ертіп суытып қоямыз. Үстіне қант саламыз. Тұз қосамыз. Ванилин қосамыз. Барлығын бір араластырып аламыз. Жұмыртқаны бір-бірлеп қосып араластырамыз. Ұнға қопсытқышты қосып аз-аздап себеміз. Осылай біртіндеп араластырып қамыр илейміз. Қамыр қою жабысқақ болады. Қамырға ұсақталған шоколадты қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Дайын қамырды қолымызды сулап алып, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Мен 18 грамдық бөліктерге бөлдім. Дөңгелектердің үстін басып печенье жасаймыз. Печеньелардың арасын алшақ етіп орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Уақытын өз духовкаңызға қарай белгілейсіз. Печеньеміз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз. Келесі видеоларда кездескенше.